Кивидің емдік қасиеті бар ма? Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтайды. Ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті болып табылады. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіз естіп білмеген ақпарат болады деп сенемін. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитраттардың енбеуін де қадағалайды. Сонымен қатар, кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан бар. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс болып табылады. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы болып келеді. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ, жеміс Е дәруменіне өте бай болып келеді. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады екен. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Бұл ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді қауіпті маринадтауға пайдаланатын себебі осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырамас құрал болып табылады. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, диабет, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен, осыншама пайдасы кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратын бұл жемістер адамдар жеуге болмайды. Киви секілді экзотикалық жемістер соңғы 10 жылда дүкен сөрелерінде көптеп көрінуде. Бірте-бірте олар киви өспейтін біздің елде де күнделікті ас мәзіріне енді. Кейбір ас түрлері мен жеңіл салаттарға, тіпті кебабтарға да осы киви қосылатын болып жүр. Жалпы, киви адам ағзасына қаншалықты пайдалы? Негізі кивидің отаны Қытай болып табылады. Бұл жемістің адам ағзасына пайдасы көп. Диетологтар кивиді витаминдер мен минералдарға бай керемет жеміс деп атайды деп жазады. Шынында, кивидің құрамында С витамині апельсинге қарағанда бірнеше есе көп болып келеді. Сонымен қатар, киви құрамында К және Е витамині мен фолий қышқылы, калий, литеин, целлюлоза, магний және фосфор секілді ағза үшін аса керекті қоректік заттар бар. Киви сонымен қатар пребиотик, яғни оның құрамындағы заттар ішектегі пайдалы бактерияларды тамақтандыруға, яғни көмектеседі. Олардың көбеюі мен дамуын жеңілдетеді. Бұл ас қорыту жүйесін сау ұстаудың өте тиімді жолы болып табылады. Жұдырықтай ғана жасыл жеміс денсаулықтың басқа да проблемаларының пайда болуына жол бермейді. Мысалы, ағзаның тыныс алу жүйесінің ауруларымен күресін күшейтеді. Қаны қою, жоғары қан қысымына бейім адамдар күніне бір дана киви жесе, аурумен күрескен болып саналады екен. Кивидің басқада артықшылықтарына келетін болсақ, ол іш қатудың алдын алады, ас қорыту жүйесін жақсартады. Бұдан бөлек, суық тиюге қарсы тамаша профилактика болып табылады. Бұл оның құрамындағы В12, С және К витаминдерінің мырыш
иммундық жүйені нығайтуға көмектесетін басқа да қоректік заттардың көп болуымен байланысты. Шынында, кивидің құрамында С витамині апельсинге қарағанда бірнеше есе көп. Сонымен қатар, киви құрамында К мен Е витамині, фолий қышқылы, калий, литейн секілді қоректік заттар бар. Киви сонымен қатар пребиотик, яғни оның құрамындағы заттар ішектегі пайдалы бактерияларды тамақтандыруға көмектеседі. Киви жүрек шабуылдарынан қорғайды. Жастар мен сұлулықтың жемісі деп аталатын ештеңе жоқ, өйткені бұл терінің, тырнақтың және шаштың жағымды әсерін тигізеді. Оның тұрақты пайдалануы орталық жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады, оны стресстен және оның салдарынан қорғайды. Сондай-ақ ұйқыны нормалдайды және сапалы түрде жақсартады. Нәтижесінде көңіл күй жақсарып, тоқырау күйі жойылады. Осының барлығы фолий қышқылына көмектесетін серотонин, қуаныш гормоны белсенді өндірісіне байланысты болып табылады. Киви жемісі ағзаға зиянды болуы мүмкін. Бұл аллергиялық реакция түрінде көрінуі мүмкін. Бұл ретте шырышты іштің тілімен, сондай-ақ тыныс алудың жетіспеушілігімен жүреді. Жеміс қышқылдарының көп мөлшері оны асқазан аурулары бар адамдарға қолайсыз етеді. Гастрит және жара жағдайды нашарлатпау үшін. Киви ағзасына асқазан ішек ауруларының, соның ішінде уланудың пайда болуына зиян келтіре аласыз. Осы ақпаратты ескере отырып, сіз осы керемет жемісті қолданудың жағымсыз салдарынан аулақ бола аласыз. Киви шырынының артықшылығы. Киви шырынын денсаулықтың артықшылықтары ежелгі дәуірден бастап Қытайда емдеген адамдармен белгілі болды. Ол ревматикалық ауырсынуды азайтады, бүйрек тастарының пайда болуын болдырмайды, ас қорытуды жақсартады және тыныштайды. Бұл сусынды пайдалану шашты сұр түсінен қорғайды. Ол иммунитетті жақсарту үшін және ісік түзілуінен қорғау үшін қолданылады. Ол сондай-ақ физикалық және психикалық қызметті ынталандырады. Дәрігерлер мен диетологтар денсаулығын сақтау және өмір бойы пайда болуы мүмкін барлық аурулардан қорғау үшін киви шырынын ішуге кеңес береді. Дегенмен, Норвегия ғалымдары бұл сусынның теріс қабілеттілігін орнатқан және бұл тамырлардың майларын жағудан туындаған майдың пайда болу қаупін жоғарылатудан тұрады. Бұл жемістің шырынын тек жоғары қышқылдылығы бар аллергиялық реакциялар мен гастрит болған кезде ғана ішуге болмайды. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет, және қазақша арнаның дамуына үлес қосқыларыңыз келсе, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийға жақсы пікірлерді жазуды ұмытпаңыздар. Және осындай пайдалы видеоны басқа да адамдар көргенін қаласаңыз, достарыңызға жіберулеріңізге болады.